Короче, қыздар, сендер қазір мына екі сылтымның мына жағынан бастап келдіңдер ғой, екеуің бірдей келіп жатсыңдар. Енді ары қарай. Үшіге дейін бірінші бөлімі бітейді. Жалпы бірінші бөлімі. Бірінші бөлімі сияқты да кетіп қаласыңдар. Одан кейін 11-ге келесіңдер. Екінші бөлім полностью келесі сабаққа дейін, келесі сабақ бізде пятница ғой. Осы пятницаға дейін екінші бөлімді полностью бірінші бөлімді бітіріп, екінші бөлімді аяқтап келген оқушыға сыйлығын бар арнайы. Екеуміздің бе? Кім бірінші жақсы бітіріп келеді, соған арнайы сыйлығын бар. Может, денежный болуы мүмкін. Сәлем ме? Енді қараңдар, сөз жоқ, вообще тема қылып бітіріп келген оқушыға 5000 теңге мен 3000 теңгенің ортасында болады. Түсінікті ма? Екеуің қайсың жақсы ойнап, жақсы бітіріп келесіңдер, соған. Енді прям кульминация, жаңағы мықты в общем. Әдемі, жансаяулар кімдер ойнап жүр, тура сондай ойна келсеңдер, онда әдемі сыйлық күтіп тұр. Жарай ма? Жұмаға дейін бе? Жұмаға дейін. Түсінікті ма? Сендерге 500 теңге берем, 1000 теңге берем демей қойын, 3000 мен 5000 ортасында болады. Хорошо? Төмен кішкене андай қалай айтсам болады. В общем, грамматика жағы, гармония жағы сәл төмендеу болса, сонда 3000 теңге беремін. Екеуің біреуіңе, екеуіңе емес, екеуің біреуіңе. Не сезім ұтады, не сен ұтасың. Жарай ма? Ал одан да мықты, прям вибрациямен, кульминациямен әдемі ойнап келетін болсаңдар, онда вообще 5000 ұтасың. Хорошо? Байқаңдар енді. Көресіңдер өздері, жарай ма?